саламатсың ба балақай? 111 сабақ монеталардың құны баға. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бірінші тапсырма. Көрсетілген бағаларды әртүрлі монеталармен қалай жинақтауға болады дейді. Суретке назар аударайық. Әр заттың қасында өзінің бағалары жазылып тұр. Мысалға, алма шырынын алсақ, ол 80 теңге. Осы 80 теңгені құрау үшін біз қандай монеталарды пайдаланамыз? Кәні атап шығайықшы. 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге. Осы үш монетаны алсақ болады. Үшеуінің қосындысы 80 шығады. Келесі бананның бағасы 70 теңге. 70 теңгені 50 теңгемен 20 теңгелік монетаны алсақ болады. Сонда 70 теңге шығады. Болмаса 50 теңгемен 10 теңге, 10 теңге. Үшеуінің қосындысы 70-ті құрайды. Солай әртүрлі монеталарды пайдаланып, сол алатын заттың бағасын шығарып алуымызға болады. Есіңде сақта. Бізде 100 теңгелік, 50 теңгелік, 20 теңгелік, 10 теңгелік, 5 теңгелік, 2 теңгелік, 1 теңгелік монеталардың барын білеміз, я? Енді сол монеталарды қалай ұсақтаймыз? 100 теңгені ұсақтау үшін 50 теңгелікті пайдалансақ болады. 50-ге 50-ді қоссақ 100 болады. Ал 50 теңгені ұсақтау үшін 20, 20, 10 теңгені алсақ болады. Яғни үшеуінің қосындысынан 50 шығады. Ал 20 теңгені ұсақтау үшін 2-10 теңгені пайдалансақ болады. Ал 10 теңгені ұсақтау үшін 2-5 теңгені аламыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10 болады. Ал 5 теңгені ұсақтау үшін 2 теңгелік, 2 теңгелік және де 1 теңгелік. Үшеуін қосатын болсақ 5 шығады. Ал 2 теңгені ұсақтау үшін 1 теңгелік, 1 теңгелік екеуін пайдалануға болады. Екінші тапсырма. 100 теңгені монеталармен ұсақтаудың 2 тәсілін жаз дейді. Бірінші тәсілі 5-20 теңгелікті алдық. 20-ға 20-ны қосамыз 40, 40-қа 20-ны қосамыз 60, 60-ға 20-ны қосамыз 80, 80-ге 20-ны қосамыз 100. Сонда 100 теңге шығады. Екінші тәсілі 2-50 теңгелік монетаны қоссақ 100 теңге шығады. Үшінші тапсырма. Әмияндардағы монеталар саны мен теңгенің санын салыстыр дейді. Бірінші, сол жақтағы әмиянда қанша монета бар? 1, 2, 2 монета бар, е? Ал қанша теңге бар? 50-ге 20-ны қоссақ 70 теңге. Сонда бұда барлығы 2 монета бар және де 70 теңге бар екен. Ал екінші әмиянда қанша монета бар екен? Санап көрейікші. 1, 2, 3. 3 монета бар екен, е? Ал қанша теңге бар? 20-ға 20-ны қоссақ 40, 40-қа 10-ды қоссақ 50. Сонда екінші әмиянда 50 теңге бар екен. Төртінші тапсырма. Қысқаша жазылуы бойынша өзара кері есептер құрастыр дейді. Шартын жазатын болсақ, болды 100 теңге болды. Ал жұмсалды 20 теңге. Қалғаны қанша теңге? Қалғанын табу үшін 100 теңгеден 20 теңгені азайтамыз, сонда 80 қалады. Жауабында 80 теңге қалды. Екінші есепте. Болды 100 теңге. Жұмсалғаны белгісіз. Қалды 80 теңге. Сонда жұмсалғанын табу үшін 100-ден 80-ді азайтамыз. 20 қалады. Жауабы 100 теңге жұмсалды. Үшіншісінде болды қанша теңге болғаны белгісіз. Жұмсалды 20 теңге. Ал қалғаны 80 теңге. Сонда жалпы болғаны қанша теңге екенін барлығын табу үшін 80-ге 20-ны қосамыз. Сонда тең 100 теңге болады. Жауабы болғаны 100 теңге. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.